Сәлем, каналға қош келдіңіздер. Қазіргі таңда танымал Netflix каналының топ 10 дорамалар тізімімен таныс болыңыздар. 10-шы Сені шақырған уақыт дорамасы. Басты рөлдерді Ан Хи Соп пен Чон Е Бин сомдайды. Бір жыл бұрын жігітінен айырылған Хан Жун Хи 1998 жылға өтіп, мектеп оқушысы Квон Мин Жудың денесінде оянады. Ол мектепте жігітіне ұқсайтын Нам Си Хёнды кездестіреді. Енді ол қазіргі заманға оралудың амалын іздейді. 9-шы Махаббат шайқасы дорамасы. Басты рөлдерді Тэ Ю мен Ким Ок Бин сомдайды. Ю Миран жігіттерге мүлде сенбейтін ойын-сауық индустриясында істейтін юрист, ал Нам Кан Хо романтикалық телехикаяларда ойнайтын танымал актер. Бірақ ол жеке өміріне келгенде махаббатқа сенбейтін жігіт. 8-ші Дуна дорамасы. Басты рөлдерді Ян Се Жон мен Пе Сузи сомдайды. Дорама әншілік мансабын тоқтатып, жатақханаға көшіп келген айдыл қыз Ли Дуна жайлы. Оған бір этаж жоғары бірінші курс студенті Ли Бон Жун көшіп келеді. Бастапқыда әнші қыздан алшақ жүрген Бон Жунды жұмбақ Дуна барынша өзіне тартады. 7-ші Менің махаббатым Холо дорамасы. Басты рөлдерді Юн Хин Мин мен Го Сон Хи сомдайды. Хан Со Йон көзілдірік шығаратын компанияда істейтін еңбекқор қыз. Ол Холо деп аталатын голограмма адамын кездестіреді. Гонандо IT компаниясының басшысы әрі Холоның прототипі. Жалғыз басты Сойон Холомен күнделікті сөйлескендіктен оған бауыр басып қалады. 6-шы Иттер күні қашқындардың ізіне түсу дорамасы. Басты рөлдерді Чон Хе Ин мен Го Хе Хван сомдайды. Ан Жун Хо әскерге өз борышын орындауға келген солдат. Ол әскердегі қатыгездік пен әділетсіздіктің куәгері болады. Өзінің қабілетінің арқасында әскерден қашқан солдаттарды ұстайтын арнайы топқа келеді. Оның серігі сырт көзге әлсіз көрінетін солдат Хан Хюэл болады. 5-ші Аңшылық иттер дорамасы. Басты рөлдерді У Ду Хван мен Ли Сани сомдайды. Гону талантты жас боксшы. Ол анасының қарызынан құтылу үшін көмек ретінде қарыз беретін адамға оққағар болып орналасады. Бірақ қарыздан құтылу ол ойлағаннан оңай болып шықпайды. Оған көмекке рингтегі қарсыласы боксшы У Жин келеді. 4-ші Танымал адам дорамасы. Басты рөлдерді Пак Го Йон мен Кан Ми Хёк сомдайды. Соари бұрындары бай болып кейін банкротқа ұшыраған отбасынан шыққан қарапайым қыз. Өзінің сыныптасының әлеуметтік желі арқылы ақша табатын біліп, өзінің де бағын сынап көреді. Тез жетістікке жеткен Ари танымалдылықтың басқа қырында көреді. 5-ші Менің есімім дорамасы. Басты рөлдерді Ан Бо Хён мен Хан Сон Хи сомдайды. Басты кейіпкер Юн Джи Ю әкесінің кегін алу үшін ұйымдасқан қылмыстық топқа кіреді. Сонымен қатар жасырын полиция агенті болады. Чон Пидо Джи Юдің серіктесі әрі полиция офицері. Бірақ әкесінің өліміне кінәлі адамның соңына түскен Джи Ю нағыз қылмыскерге көмектесіп жүргенін білмейді. 2-ші Кек алу салтанаты дорамасы. Басты рөлдерді Сон Хиге мен Ли До Хен сомдайды. Мондоның мектеп кезінде зорлық-зомбылыққа тап болған қыз. Содан бері ол тек кек алу туралы ойлармен өмір сүреді. Бірнеше жылдан кейін оны мазақ еткен басты қыздың тұрмысқа шығып, балалы болғанын естиді. Осылайша оның ұзақ және қиын кек алу жолы басталады. 1-ші Кальмар ойыны дорамасы. Басты рөлдерді Ли Чон Же, Би Ха Джун және Чон Хо Йон сомдайды. Дорама 45,6 миллиард вон жүлде үшін жұмбақ тірі қалу ойынына қатысатын адамдар туралы. Кихун жұмыссыз қалған әрі қарызы көп адам. Ол өз өмірін қалпына келтіру үшін ойынға қатысады. Алайда бұл ойын ол ойлағаннан қатыгез әрі адамдардың өмірі ойыншық екенін біледі. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.